Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода сіздерге ағылшын тіліндегі ең көп кездесетін 20 сөзді үйретемін. Осы видеоны көрген соң сол 20 сөзді есіңізден ешқашанда шығармайтындай қылып жаттап алатын боласыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Үйренетін бірінші сөзіміз afraid сөзі. Afraid дегеніміз қазақша қорқу, үрейлену деген мағынаны білдіреді. Ал енді осы сөзге мысал құрап көрейік. Мысалы, The woman was afraid of what she saw. Бұл сөйлемді қазақшаға аударатын болсақ, әйел көргендерінен қорықты деп аударылады. Келесі сөз agree сөзі. Agree қазақша келісу деп аударылады. Мысалы, The food is very good in that cafe. I agree with you. Ол кафенің тамағы өте жақсы. Мен сізбен келісемін деп аударылады. Келесі үйренетін сөзіміз angry сөзі. Angry ашулану, ашулы деген мағынаны білдіреді. Мысалы, she didn't do her work, so her father is angry. Ол үй жұмысын орындамады, сондықтан оның әкесі ашуланды деп аударылады. Келесі сөз arrive сөзі. Arrive келу, келіп жету деген мағынаны білдіреді. Мысалы, the bus arrives at 4 o'clock. Бұл сөйлем автобус сағат 4-те келеді деп аударылады. Келесі сөз attack, шабуыл жасау деп аударылады. Мысалы, the man with the sword attacked the first. Бұл сөйлем қылышпен тұрған адам бірінші шабуыл жасады деп аударылады. Келесі сөз bottom, төменгі деген мағынаны білдіреді. Мысалы, the bottom of my shoe has a hole in it. Менің аяқ киімнің төменгі жағында тесік бар деп аударылады. Келесі сөз clever, ақылды деген мағынаны білдіреді. Мысалы, the clever boy thought of a good idea. Ақылды бала жақсы идея туралы ойлады деп аударылады. Келесі сөз cruel, қатыгез, мейірімсіз деген мағынаны білдіреді. The cruel man yelled at his sister. Қатыгез адам әпкесіне айқайлады. Келесі сөз finally, ақыр соңында деген мағынаны білдіреді. He finally crossed the finish line. Ол ақыр соңында мәре сызығын кесіп өтті деп аударылады. Келесі сөз hide, жасыру. The other children will hide while you count to 100. Басқа балалар сен 100-ге дейін санап жатқан кезде жасырынады деп аударылады. Келесі сөз hunt, аңаулау деген мағынаны білдіреді. Long ago, people hunted with the bows, arrows. Көп уақыт бұрын адамдар садақпен және жебемен аңаулауған деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз lot, көп деген мағынаны білдіреді. Мысалы, there are a lot of apples in the basket. Себеттің ішінде көп алмалар бар деп аударылады. Келесі сөз middle, ортаңғы деген мағынаны білдіреді. The Canada flag has a maple leaf in the middle of it. Канада туының ортасында үйеңкі жапырағы бар деген мағынаны білдіреді. Келесі moment сөзі. Яғни бұл бір сәтті немесе қысқа уақытта айтқанда қолданылады. Мысалы, I was only a few moments late for the meeting. Мен бірнеше минуттан кейін кездесуге бардым деп аударылады. Келесі сөз pleased, риза немесе риза болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, she was pleased with the phone call she received. Ол оның телефон қоңырауына риза болды деп аударылады. Келесі сөз promise, уәде беру деген мағынаны білдіреді. He promised to return my key by tomorrow. Ол менің кілтімді ертеңге дейін қайтаруға уәде берді деген мағынаны білдіріп тұр. Келесі сөз reply,
жауап беру деген мағынаны білдіреді. He replied at 3. Ол 3-те деп жауап берді, деп аударылады. Келесі сөз safe. Қауіпсіз немесе қауіпсіздікте болу деп аударылады. Put on your seatbelt in the car to be safe. Қауіпсіз болу үшін көлікте қауіпсіздік белдігін тағыңыз деген мағынаны білдіріп тұр. Келесі сөз trick. Фокус, сиқыр деген мағынаны білдіреді. His trick really surprised us. Оның сиқыры расында да бізді таң қалдырды деген мағынаны білдіреді. Келесі ең соңғы сөзіміз well, жақсы деген мағынаны білдіреді. The couple can dance quite well. Ерлі-зайыптылар өте жақсы билей алады деп аударылады. Міне, біздің бүгінгі өткен 20 сөзіміз. Келесі видеоны жіберіп алмаңыздар, себебі келесі видеода осы сөздерге арналған жаттығулар туралы бөлісетін боламын. Және сол жаттығуларды осы YouTube арнасында өздеріңіз орындайтын боласыздар. Сондықтан да бұл каналға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларымды ешқашанда жіберіп алмайтын боласыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.